Ресейді менің отанымын деп қабылдамаймын. Пропагандист, популист. Ресейде тұратын орыстар бір бөлек. Неге қазақша сөйлемейміз біз? Осы адамдарға не айтар едіңіз? Сылтау оның бар. Әрине сылтау. Мән бермеуіміз керек біз. Ассамблея бізге керек емес деушілерге мен қарсы шығамын. Бір ерекше құпиясы бар ма? Қазақ халқына тән қасиет ол сабырлық. Мен қазақпын. Әумен айтқаныңыз келсін. Бұл сұрау бар YouTube арнасындағы Қазақ бол бағдарламасы татулыққа ұмытылу ұлт таңдамайды. Бірақ этностарды біріктіретін сол татулық. Оған бауырына күллі халықты басқан Қазақстан кейсі куә. Осы өлкеге бізді тағдыр алып келді. Қазақ болып туылмасақ та, қазақ баласы болып өстік. Құрметті достар, Қазақ бол жобасының бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, жаны жайсан, көңілі дархан, жүрегі қазағым деп соққан отандасымыз Наталья Григорьевна Дементьева. Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, жақсы. Жақсы. Мынадан бастағым келеді, адамға асыл қасиеттер текпен келеді. Өзіңіздің шыққан тегіңіз жайлы айтып өтсеңіз, ұлтыңыз орыс. Сонда ата бабаңыздың шыққан жері Ресей болып тұр ғой. Қазақстан жеріне олар не себеппен қоныс аударды? Жалпы оқиға қалай болды? Я, дұрыс айтасыз, Эльвира, ұлтым орыс. Анам марқұм Ресейде, сонау Мордовия деген жерінде туып өскен. Өз кезінде жерімізге қоныс аударған. Негізі ешқандай депортация болған жоқ ата бабаларымда. Олар өз еркімен, өз қалаусымен қазақ жеріне келіп, сонау тың игеру уақыты болды ғой. Сол уақытта келіп, қазақ жерін өз атамекенім деп қабылдап, осылай қоныс аударған. Әкемнің ата бабалары да Ресейде туып, осында олардың өзі тек жалпы орыстар емес, казактар ғой. Казачество деп тұрмыз ғой. Потомственная казачка деп айтсам қателеспеймін. Түрме қарасаңыз, кейбіреулері сіз орысқа ұқсамайсыз деп тұр ғой. Мен мысалы былай қарап отырсам да, анамның жағынан орыс емеспін, анам мордвинка болған ғой. Ал әкем таза орыс болған. Орыс болған. Орыс болып тұр. Сондықтан жеріміз, атамекеніміз қазақ жері. Одан артық, одан басқа бізде отан жоқ. Қазақстанның бұрынғы әнұраны есіңізде болар. Сондағы жүректен шығып бойдалған мына жолдарды айтпасқа болмас. Ардақтап анасын, құрметтеп данасын, бауырға басқанбыз баршаның баласын. Шынымен де бүгінгі күнге дейін қазақ халқы осынау ұлан байтақ кең даласында 130-дан астам ұлт пен ұлысты бауырына басып, бір үзім нанымен бөлісіп, бір тудың астына біріктіріп отыр. Сіз орыс ұлтының өкілі ретінде осы қазақтың бауырмалдылығын сезіне алдыңыз ба? Әрине сезіне алдық. Негізі мемлекеттік тіл қазақ тілімен 25-30-дай жылдың өзінде өзімді байланыстырып отырмын. Сол уақыттың ішінде өзіме қазақ тілін екінші ана ретінде қабылдадым ғой. Кейде былай қарап отырсам, қазақша ауыссам, қазақ тілінде сұхбат жалғастырсам, одан кейін орысша сөйлесем, кейде байқамай қаламын. Қайсың ыңғайлы маған? Қай тілде ойлаймын? Негізі қазақшада, орысшада сөйлеу маған қиын емес. Қазақша ойлансам, қазақша сұхбат берсем, қазақша сөйлеп кетсем, қазақша қай уақытта ойлануды жалғастырамын дегеніне өзім сезмей қаламын. Оған мән бермейсіз, кәдімгідей қалай бастадыңыз, сонымен алға қарай жүре бересіз. Сондықтан былай қарап отырсам да, достарымның өзі көбінесе қазақтар. Қазақтармен бірге жүрміз,
қазақ достарымның ішінде олар қазақ па, орыс па, негізі қазақ. Орыстар аз, бір екеу. Осы тұста ағаш тамырымен адам досымен мықты, досы көпті жау алмайды деп жүреміз, е? Елімізде шынымен де ұлттар арасында достық бар айқын. Өзіңіз енді қазақ ортада өстіңіз, былайынша айтқанда қалыптастыңыз. Осы қазақ ортадан дос таба алдыңыз ба? Сол досыңыздың қазақы бір ерекше қасиетін атап өтсеңіз, және де бәлкім кәдімгідей үлгі тұтарлық бір ерекше қасиетін өзіңіздің бойыңызға сіңіріп алған шығарсыз. Достарымды қатты сағынып отырмын, өйткені олардың бәрі Көкшетауда қалды. Көкшетау енді мына жақын ғой, дегенмен қызметіңізге байланысты көп бармайтын. Қызметіме байланысты, кейде уақытым болмай қалады, кейде олардың да уақыты болмай қалады. Дегенмен олардың ерекше бір қасиеті, менің ойымша, қазақ халқына тән қасиет, ол сабырлық, шыдамдылық, бәрімізге қажет болып тұр. Бірақ қазақ халқының ерекшелігі сол. Мысалы, орыс халқын алатын болсам, менің туған халқым ғой, орыстарда жоқ ондай қасиет. Сабырлық деген шыдамдылық бар, бірақ қазақтарда тереңірек, соны сезініп отыруға болады. Олар шыдамды, сабырлы, сенімді. Сенімділік деген өте жақсы, керемет қасиет, соны ерекше бағалаймын. Біз қазір достық туралы, қарым-қатынас туралы, адамдардың қарым-қатынастары туралы айтып отырмыз ғой. Адамдарға сенбесем, олармен қарым-қатынас жасай алмаймын. Басқаша мен қарым-қатынас жасай алмаймын. Сенбесем, онда сөйлемеймін, аулақ боламын. Егер қарым-қатынасқа түссем, онда міндетті түрде сенімділік болады, онсыз болмайды. Көрдіңіз ба? Ол мүмкін менің бойымда қалыптастырылған бір қасиет па, білмеймін. Дегенмен сенімсіз, сенімділіксіз ешқандай қарым-қатынас болмайды, тіпті достық та болмайды деп ойлаймын. Сонда нағыз достық қарым-қатынас үшін сенімділік қажет дейсіз ғой? Әрине. Махаббатта да солай. Сенімділік болмаса ештен шықпайды ғой. Бірі рухани азықты кітаптан алады. Екіншісі осылай достармен, айналасындағы адамдармен аралас, құралас болып жан дүниесін байытады. Ал сіздің бойыңыздағы қазақи болмысын ашылуына не ықпал етті? Бәлкім бір ерекше құпиясы бар шығар. Сонымен осы YouTube желісіндегі арғы жақта отырған көрермендерімізбен бөлісе отырсаңыз, өзіме де қызық болып отыр. Бір ерекше құпиясы бар ма? Не ықпал етті? Кейбіреулер бұлай дейді маған қарап, сіз қазақи ауылдан шықтыңыз ба? Жоқ, мен ауылдан шыққан жоқпын да, тіпті қазақи ауылдан шыққан жоқпын да, тіпті орыс тілді аудиторияда, ортада өскен жанмын. Біз Ақмола жерінің Көкшетау қаласын алатын болсақ, жасыратын ештеңе жоқ. Көбінесе орыс тілді орта ғой. Сонда әдебиет арқылы, қазақ халық ауыз әдебиеті арқылы қазақтардың жанын, тәнін, қазақтардың ішкі жан дүниесін түсінуге тырыстым. 25-30 жыл болды. Қазақтардың жанын түсіну үшін әдебиет қатты көмектесті маған. Сонда сол әдебиет жан жағыңыздағы адамдардың да сізге деген жылы қарым-қатынасы жақсы әсерін тигізді, солай болып тұр ғой. Бәрекелді. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз сөзінде болашағын отанымен байланыстыратын әрбір азамат қазақ тілін үйренуге, білуге ден қоюы тиіс. Бұл отаншылдықтың басты белгісі деп атап өткен болатын. Осы орайда мынандай сұрағым туындап отыр. Сонда сіз қалай ойлайсыз? Қазақ тілінде барлық қазақстандықтар сөйлеуі тиіс пе? Және де қазақ тілінде сөйлей алмауға не кедергі болуда? Сұрағыңыз өте жақсы, өте орынды. Бірақ
сұрағыңызға тоқталмас бұрын, президенттің сөзі өте орынды. Соған мен де қосыламын, қолдаймын. Өйткені еліміздің елдігін жасайтын, еліміздің тәуелсіздігін қамтамасыз ететін ол мемлекеттік тіліміз. Кез келген елдің мемлекеттілігі, елдігі ол тілде жатыр ғой. Егер мемлекетіміздің мемлекеттік тілі қазақ тілі болса, неге қазақша сөйлемейміз біз? Неге қазақша сөйлемеске дейсіз? Әрине 130-дай астам ұлт, этнос өкілі бұл жерде тұрып жатыр. Тіпті ұзақ уақыт бойы тұрып жатыр. Тәуелсіздігімізге 30 жыл болды. 30 жылдың ішінде қазақша неге сөйлемеске? Кейбіреулер қиын дейді, кейбіреулер арнайы әдіс жоқ дейді. Сылтау оның бар. Әрине сылтау. Менің ойымша, былай қарап отырсам, қажеттілік жоқ кейбіреулерде. Қажеттілік. Яғни дүкенге барсаңыз, кез келген ортаға келсеңіз, қазақша білмесеңіз, орысша сұрасаңыз, сізге еркін жауап береді ғой. Дүкенге келіп, мысалы нан немесе сүт сұрасаңыз, қазақша білмесеңіз де орысша айтсаңыз, сізге жауап береді ғой. Ал егер біз мысалы Түркияға барсақ, немесе Америка құрама штаттарына барсақ, ағылшынша не түрікше білмесек, сізге ештеңе ешкім айта алмайды ғой. Сізге күліп, қарап, әрі қарай кетеді. Ештеңе айтпайды, ештеңе бермейді ғой. Ым тіліне көшуге тура келеді. Әрине, қажеттілік болуға тиісті. Тіл болмай жатса. Қажеттілікті бәріміз тудырап отырмыз қажет. Солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Менің ойымша сол ғана. Басқа сөздер ол сылтау ғана, себептер ғана. Ешқандай арнайы әдіс жоқ. Бағдарламалар толып жатыр. Жылда әртүрлі жаңа кітаптар шығып жатыр. Әртүрлі нұсқаулар, методикалар шығып жатыр. Бұның бәрі құр босқа кетеді. Егер тілегіміз болмаса, егер ниетіміз болмаса, ниет ол бірінші орнында тұр. Жүректен шығады. Әрине жүректен шығады. Тілге құрмет, елге құрмет емес. Дұрыс айтасыз. Сондықтан барлық сөздерді мен қолдамаймын, сөздерге қосылмаймын. Ниет болмаса ештеңе шықпайды. Қажеттілікті өзіміз жасап отыруымыз керек. Қажеттілік ол мен осы елдің тұрғынымын. Мен қазақстандықпын. Мен қазақпын. Жобаңыз қазақ бол деп аталады. Ал қазақ бол дегеніне үлкен мағына кіреді. Солай емес пе? Қазақ бол дегеніміз ол отаныңды сүй, жанмен, тәнмен, қазақша сөйле. Мен қазақша сөйлеп бастасам, сөйлеп кетсем, мысалы, тоқтата алмайтын секілдіміз, Наталья ханым. Иә, орыспын дегенмен, жоқ қараңыз, мен мысалы, жалпы кейбіреулер былай дейді, сіз қазақша сөйлеп кетсеңіз, мысалы орыстар кейде маған айтады, сіз қазаққа ұқсап қазақ болып кеттіңіз бе? Мәселе онда емес. Қазақпын деп айтыңыз. Жоқ, қазақпын деп әрқашанда айтамын. Қазақпын, иә. Бірақ та менің ата-бабаларым қазақтар емес, орыстар. Менің тарихи отаным Ресей. Бірақ Ресей дегенінен басқа мен Ресейде бір ғана рет болдым. Көрдіңіз ба? Сондықтан Ресейді менің отаным, менің атамекенім деп қабылдамаймын. Көрші ел ретінде қабылдайсыз ба? Қабылдай алмаймын. Өйткені ол көрші елі, олардың мәселелері бір бөлек. Оларды әрине тыңдаймын, оларды кейде олар үшін жаным ауырады. Болды, одан артық ештеңе жоқ. Одан артық ештеңе жоқ. Менің атамекенім, менің ата-бабаларымның жерленген жері, тіпті анам марқұмның жерленген жері осында. Менің балаларымның да болашағы осында болады. Нағыз қазақ болғаныңыз ғой, шынымен де анаңызға мыңда бір алғыс, осындай қызды қасиетті жеріміз Қазақстанда өмірге әкеліп, керемет тәрбие берген үшін анаңызға басымызды иеміз. Күнде басымды иемін. Тілді адам үйренгісі келсе, ең бастысы ниеті болу керек. Содан кейін өз-өзін жинақтап, кәдімгідей ден қою керек соған. Үйрену керек, кітаптарды оқу керек, сөйлеу керек, ортасын құру керек. Осындай бағдарламаларға қатысып, тілді жаттықтыруға болады. Сонда қараңыз, Наталья ханым,
мемлекеттік тілде сөйлегісі келмейтін, сөйлей алмайтын, және де сөйлеуге арланатын адамдарға не айтасыз? Және де керісінше, сөйлеуге ынтасы бар, бірақ ұялатын, қысылатын тұлғаларға не дер едіңіз? Ондайлар бар арасында. Ондайлар да жасырын бар. емес. Ондайлар да бар. Ұялатындар да бар, қысылатындар да бар. Менсінбейтіндер де бар. Осы адамдарға не айтар едіңіз? Әлвира, қараңызшы, біз осындай сияқты адамдардан құтыла алмаймыз. Олар болды да, болады да. Ол адамдардың ішкі жан дүниесі солай, көз қарасы солай. Оларды біз өзгерте алмаймыз. Өзгертудің да қажеті жоқ. Біз өзіміздің жаңағы өзімізді үлгі ретінде көрсетсек. Мысалы, сіз бен мен осындай сияқты жаңа жобаға қатысып, өзгелерге өзіміздің позициямызды, ұстанымымызды көрсетіп, оларға үлгі болмасақ, бүгін болмасақ, ертең боламыз. Уақыт өте келе олардың көзқарасы өзгереді. Қараңызшы, мысалы 15-20 жыл бұрын қазақша сөйлейтіндер өзге этнос өкілдерінің ішінде көп болды ма? Болған жоқ қой. Қазір толып жатыр. Қазір 1000-нан 100-ден адамдар пайда болып жатыр, өзге этнос өкілдері. Солай емес пе? Сондықтан осындай сияқты қазақша сөйлегісі келмейтін, қысылатын, ұялатын, кейде менсінбейтіндерге айтарым біреу-ақ, уақыт келеді. Бірақ осы уақытты жоғалтудың қажеті бар ма? Уақыт келеді деп айтасыз. Уақыт келеді. Міндетті түрде келеді. 30 жыл бойы уақыт келеді, бұйырады деп айтамыз, бұйыртса болады деп. Негізі 30 жыл кез келген тілді қарым-қатынас жасау тіліне айналдыру үшін өте аз. Егер ортан сол мемлекеттік тілді құрметтеп, сол тілде сөйлейтін болса, басқа адамдарда, айналасындағы адамдарда соған икемденіп, соған талпынады. Қазір мен өзім байқап отырмын, шынымен де қазақ тіліндегі сөйлеу деңгейіміз жақсарып келе жатыр. Көптеген бағдарламалар шығып жатыр, қазақ тілінде. Әншілеріміздің өзі қандай, қазақ тілінде әдемі сондай терең мағыналы өлеңдер, жырлар шығып жатыр да. Мен өзім соңғы кездері көбіне қазақша әндерді тыңдайтын болыппын. Өйткені әсіресе жастар, әсіресе жастар, талантты жастар, талапты жастар шығармашылықтарын қазақ тілінде жеткізіп жатқандары осының барлығы дем береді, қуат береді. Мемлекеттік тілімізді одан әрі жандандырып, кәдімгідей биік шыңға жетелету үшін. Басқа елдерге үлгі болу үшін, осы тұста пропагандист, популист Тигран Киясаян сынды арандатушылардың жырын айтпасқа болмас. Мен жақында ғана Қазақстандағы этникалық статистикаға жүгіндім. Сонда орыс ұлтының саны 18,47% құрап, қазақ ұлтынан кейін екінші орында тұр. Сонда осы 18,5% орыс этносының өкілдері, жалпы қазақстандықтар, Киясаянға тұшымды, өткір жауап бере алдық па? Бәлкім осы сәтті қолдана отырып, сіз де Киясаян мырзаға өзіңіздің доғай-доғай жалынды сәлеміңізді жолдап жіберерсіз. Негізі Киясаян сияқты арандатушылар Ресейде көп қой, тіпті Ресейде ғана емес, біздерде де бар. Дегенмен аймақтарға шығып отырмыз ғой. Солтүстікте, оңтүстікте болдым, батыста, шығыста болдым да. Осы жерлерде тұратын орыстардың Киясаянға айтатын сөздер өте көп. Олар қатты қарсылық білдіруде. Өйткені жерімізде, қазақ жерінде тұратын орыстардың атамекеніне деген көз қарасы, сезімі мүлде басқа ғой. Мысалы, Ресейде тұратын орыстар бір бөлек,
осы жерде қазақ жерінде тұратын орыстардың жүрегі бір бөлек, сана сезімі сана сезімі, көз қарасы бір бөлек, ішкі жан дүниесі бір бөлек. қазақи болған ғой. Қазақи болдық қой бәріміз. Қазақ болдық қой біз. Иә, шынымен де. Сондықтан Киясаянға Сабырлымыз, төзімдіміз, сіз айтқандай. әрине. Ашық, Сондықтан жарқынбыз. Киясаян сияқты адамдарға айтатыным мүлде жоқ. Өйткені осындай сияқты адамдарды адамда санамаймын, шын айтсам. Назар аудармау керек дейсіз. Назар аударудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені олардың негізі рейтингін көтеріп отырмыз біз. Пиар дейсіз ғой. Пиар дейміз. Олар нақты таза провокаторлар. Олардың мақсаты біреу ақ. Біз арқылы, біз сияқты адамдар арқылы өздерінің рейтингін көтеру. Біз мықты мемлекет болуымыз керек. Мықты бір жұдырықтай халық болуымыз керек. Тек қана өзіміздің мықтылығымыздың арқасында мемлекеттік тілі қазақ тіліне деген сүйіспеншілігімізді арттырудың арқасында ғана осындай сияқты адамдарға біз қарсылық білдіре аламыз. Одан басқа сөздерді айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оларда бір қызғаншақтық сезім туындап отырған секілді. Ол да дұрыс. Елімізге, жерімізге кәдімгідей қызығып қарайды да. Иә. Қызғанып қарайды. Иә. Бұл жерде қызығып емес, қызғанып қарайды. Көптеген ұлттардың қазақ елінде тату-тәтті өмір сүріп жатқандары үшін мен ойлаймын, қызғаншақтық сезім. Жасыратын ештеңе жоқ. Ресей Біз олардан биік болуымыз керекпіз. Үлгі ғой. Жоғары болуымыз керекпіз. Жоғары тұруымыз керекпіз. Осындай арандатушыларға шынымен де мән бермеуіміз керекпіз. Кеше ғана Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 4-ші консультативтік кездесуінде этносаралық қарым-қатынасымызға шиеленістер болдырмас үшін бәлкім бүкіл аймақтық телеарна немесе ақпараттық интернет сайтын ашқан жөн болар деп айтып өткен болатын. Бұл этносаралық қарым-қатынасты нығайтуда қаншалықты маңызды, және де этносаралық қатынастар саласындағы медиа сауаттылықтың басты рөлі неде деп ойлайсыз? Негізі, мысалы, өзіңіздің жобаңызды алатын болсақ, осындай сияқты жобалар қаншама көп болатын болса, артық болмайды, тіпті көп бола алмайды. Достық туралы, этносаралық келісім туралы қаншама көп айтатын болсақ, сөйлеп кететін болсақ, тіпті көп бола алмайды. Өйткені ол күнделікті өмірімізде біз кездесетін құбылыс. Көрдіңіз ба? Сондықтан президенттің сөзіне, ұсынысына мен толық келісемін. Орта азиялық мемлекеттердің арасында осы орта азиялық мемлекеттерімізді байытатын, арамыздағы қарым-қатынасты дамытатын, әрі қарай байытатын арна немесе әлеуметтік желінің бір онлайн порталы болатын болса, тіпті жақсы. Неге жоқ? Артық болмайды. Сіздің жобаңыз үлгі болар еді. Әумин, айтқаныңыз келсін. Наталья Григорьевна, сенесіз бе соңғы кездері қазақ тілінде түстер көретін болыппын. Сізде осындай құбылыстар болып тұрмайды ма? Түсті жалпы қай тілде көресіз? Түсті қай тілде көремін айта алмаймын, өйткені ойыны болғаннан кейін ұмытып қаламын. Деген мен қазақша кейде көремін, соны да есімде сақтаймын. Қазақ тілінде көресіз? Кейде қазақша түс көрсем, одан кейін бірден оянып, саған қазақша болды ғой, қазақша сөйлеп кеттім ғой түсімде. Осындай сәттерде болды. Мен ойлаймын, осының барлығына қазақи ортамыз әсер етуде. Әрине. Қазіргі таңда сіз Қазақстан халқы ассамблеясы атынан сайланған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутатысыз. Жақында ғана Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары болып сайландыңыз. Осы Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің миссиясын қаншалықты орындап келе жатыр? Ең біріншіден ассамблея не екендігін дұрыс түсінуіміз керек. Ассамблея ол тек қана мен өзім ғана емес, тіпті ассамблеядан сайланған 9 депутаты да ғана емес. Ассамблея ол мен, сіз, яғни бүкіл Қазақстанда тұратын этнос өкілдері. Ең біріншіден қазақтардың өзі ассамблея. Өйткені қазақтардың өзі өзге этнос өкілдеріне үлгі ретінде
болып тұр. Яғни қазақ жерін қалай сүю керек, мемлекеттік тілін қалай сүю керек, не себептен қазақша сөйлеу керек дегенін көрсететін қазақ халқы. Сондықтан ассамблея ол қазақ халқының арқасында, яғни қазақ халқының араларында жинақтап алған этнос өкілдерінің болмысы. Кейде былай айтамын, қазақтарды киелі шаңыраққа теңессек, онда өзге этнос өкілдері оның уықтары іспетті. Яғни уықтар мен шаңырақ ол үлкен бір қасиетті киіз үйді жасайтын нәрсе ғой, солай емес пе? Кез келген бөлік, кез келген нәрсе ол міндетті түрде ерекше бір рөлін атқарады. Онсыз нағыз керемет киіз үй бола алмайды. Сондықтан өзімізді қазақ халқымен міндетті түрде байланыстырамыз. Ассамблеяның өзі осы, барлық этнос өкілдері. Сондықтан осы қоғамдық институттың рөлі өте зор. Тіпті оның міндеті артты. Қазіргі кезде мінекеңіз заңнама жүзінде, заң жүзінде, яғни заңды қабылдайтын рөлі болып тұр. Яғни ассамблеядан 9 депутат сайланады. Сондықтан осы 9 депутаттың міндеті Қазақстанда тұратын барлық этнос өкілдерінің құқықтарын, қызығушылықтарын қорғау, қамтамасыз ету деген сөз. Сондықтан ассамблея бізге керек емес. Оның мәні қандай деушілерге мен қарсы шығамын, қарсылық білдіремін. Біз, яғни ассамблея өкілдері, мүшелері қазақстандықтардың қызығушылықтарын көрсететін, өзге елдер үшін үлгі боларлықтай, үлгі ретінде өзімізді көрсететін нағыз қазақстандықтар деп ойлаймын. Сонда мына жерде тегі басқа болғанымен, теңдігі бір, қаны бөлек болғанымен, жаны бір деген қазақ дана халқымыздың сөздері керемет келіп тұрған секілді, осы сіздің ойыңызға. Сізбен сөйлескелі бері, екеумізді біріктіретін бірнеше факторды аңғарып отырмын. Біріншіден, сіздің әкеңіздің есімі Григорий. Менің де әкемнің аты Григорий. Сонда біз сізбен Григорий қыздармыз, Екіншіден, алғашқы жоғары оқу орнын филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша тәмамдағансыз. Мен де осы мамандық бойынша білім алдым. Үшінші басты фактор, енді өзім солай деп ойлаймын, осы мамандыққа әкелуге септіктерін тигізген біздің аналарымыз. Мен бір сұхбатыңызда соны естідім. Асыл аналарымызға басымызды иеміз, қазақ тілі мен әдебиетін оқи келе, дамыта дарта келе, жаман болған жоқпыз. Ал бұл жерде сұрақ, сонда ұлтты біріктіруші басты фактор не деп ойлайсыз? Басты факторы ол отанды сөзбен емес, іспен сүю. Яғни қолынан келетін бәрін жасау, қоғамымызды дамыту үшін, қоғамымыздың жарқын болашағы үшін сәл болса да үлесімді қосамын деп. Енді бұл философиялық сұрақ. Жүрегімде жатыр мысалы. Кез келген адам осы сұраққа өзінше жауап береді. Бірақ та мен далада жүрсем, адамдарға қарап отырсам, өзімді бақытты адам деп санаймын. Өзімнің кіші отаныма келсем, Көкшетау қаласына, Бурабайға келсем, табиғатты қарап отырсам, өзімді екі есе бақытты адамын деп санаймын. Негіз ұлтты біріктіруші фактор
жаңа айттым ғой, сөзбен емес, іспен отанға деген сүйіспеншілігін көрсету. Осылай деп ойлаймын. Рахмет сізге жауабыңызға. Наталья ханым, сіз отбасылы адамсыз ғой. Аяулы жар, асыл анасыз. Көбіне балаға тіл ана сүтімен дариды. Балаңызды қай тілде тәрбиелеудесіз қазір? Қателеспесем, бөбегіңіз бар, балапаныңыз бар. Ұлым бар, 17-де. 17-де? 17-де. 17 кәдімгідей азамат болыпты ғой? Азамат болып тұр ғой. Негізі әрине кез келген адам ең біріншіден туған тілінде басты тәрбие беру керек. Енді сіздің туған тіліңіз орыс тілі ғой? Орыс тілі. Орысша тәрбиеледім. Дегенмен екінші ана тілі ретінде қазақша тәрбиелей бастадық. Қазақша түсініп жүр. Түсінеді, сөйлей алады кішкене, сөйлей алады. Баламның да достары көбінесе қазақтар. Балаңыз қазір осы Қазақстанда ма? Қазақстанда, оның бірінші сыныпқа ауысады қазір. Енді ауысады, бірінші сыныпқа. Сондықтан біздің отбасымызда қазақ тілі орыс тілімен тең қолданылады. Кейде қазақша сөйлейміз, кейде орысша сөйлейміз. Мысалы, әкемді алатын болсам, қазақша ол түсінеді, бірақ сөйлей алмай жүр. Үлкен кісі ғой. Ол кісімен орысша сөйлеймін. Одан кейін достарымның көбі қазақтар болса, олармен қазақша сөйлейміз. Ең біріншіден менің оқытушыларымның өзі үлкен бір сондай тіл жанашырлары болды. Олар бізге тілге ғана емес, әдебиетке, қазақ қи болмысын түсіну үшін үлкен әсерін тигізді. Оларды есіме түсіремін. Кейбіреулері марқұм болып кетті. Бірақ та олардың сөздерін жиі қайталап айтамын. Олар маған мәңгі үлгі болып тұр. Нағыз тіл жанашырлары. Әр адам болашағын бағамдап, алға арман мақсаттар қояды. Наталья Григорьевна, сонда сіз келешегіңізді Қазақстанмен байланыстырасыз ба? Өзге елге қоныс аудару ойыңызда жоқ па? Жоқ, және болған да жоқ. Негізі басында айттым ғой, сұхбатымыздың басында, менің ата-бабаларымның жерленген жері осы. Қазақ жері. Анам марқұмның жерленген жері де осы. Қазақ жері. Анам марқұм өзі Ресейден болатын болса, өзінің болашағын, тағдырын қазақ жерімен байланыстырды. Мен Қазақстаннан басқа отанды білмеймін, білгім де келмейді. Сондықтан сөзсіз өзімнің болашағымды, тағдырымды қазақ жерімен байланыстырамын. Керемет, бүгін Қазақ бол жобасының студиясына келіп, осындай келелі ой толғауларыңызбен бөліскеніңіз үшін рахмет. Алдағы уақытта сізге тек қана барлық бастамаларыңызға сәттілік тілеймін. Көп рахмет сізге. Құрметті достар, осымен эфир уақытымыз өз мәресіне жетті. Еліміз тыныш, халқымыз аман, бірлігіміз бекем болсын. Келесі жүздескенше аман сау болайық.